Сәлем, қазақ тарихында, білесіз бе, адам сенгісіз оқиғалар көп. Міне, бүгін сондай бір таңғажайып шайқас, Орбұлақ шайқасы туралы сөз қозғаймыз. Басты сұрақ осы. 600 адам 50 мыңдық әскерге қалай төтеп берген? Шынымен де мүмкін емес сияқты естіледі, бірақ тарих дәл осылай болғанын айтады. Ендеше, осының сырын бірге ашып көрейік. Бұл оқиғаны естігенде көбіміздің ойымызға бірден әйгілі 300 спарталық түседі. Ұқсастық бар әрине, аз ғана жауынгер алып күшке қарсы тұрған. Бірақ өте маңызды бір айырмашылық бар. Спарталықтар ерлікпен шайқасып, соңында құрбан болды. Ал біздің батырлар, олар жеңіске жетті. Бұл жай ғана батылдық емес, бұл нағыз әскери шеберлік пен тапқырлықтың көрінісі. Ал енді оқиғаның мән-жайын толық түсіну үшін уақыт машинасына отырып 17 ғасырдың ортасына барайық. Сол кезде ұлы далада жағдай қандай еді? Көкжиекте жаңа қауіпті бір күш бас көтеріп келе жатқан. 1635 жылы бытыраңқы ойрат тайпалары бірігіп Жоңғар хандығы деген қуатты мемлекет құрды. Ал жаңа мемлекетке не керек? Әрине, жер керек. Олардың көзі қазақтың шұрайлы жерлеріне түсті. Көшпенділер үшін жер өмірдің өзі. Сондықтан бұл жерге үлкен қақтығыстың болатыны айдан анық еді. Мені осындай алмағайып заманда сахнаға Есім ханның ұлы Жәңгір хан шығады. Дәл осы тұлғаның тағдыры бүкіл күрестің бағытын өзгертіп жіберді десек те болады. Жәңгірдің өмірінде бір қызық жайт бар. Ол 1635 жылы жоңғарларға тұтқынға түсіп қалады. Ойлап қарасақ, бұл үлкен трагедия. Бірақ бұл ауыр тәжірибе оған керемет мүмкіндік берді. Ол бірнеше жыл бойы жаудың ішінде жүріп, олардың соғыс әдістерін, мықты тұстарын мен осал жерлерін бәрін өз көзімен көріп, зерттеді. Бұл білім кейін нағыз алтынға айналды. Тұтқыннан еліне оралған соң, Жәңгір босансып отырмады. Ол алдағы қауіпке дайындала бастады. Бірақ оның жоспары көшпенділердің дәстүрлі соғыс өнеріне мүлдем ұқсамайтын. Ол бұл жолы тек білектің күшіне емес, ең алдымен ақыл мен айлаға сенді. Көрейік, оның жоспары қандай болды. Біріншіден, ол шайқас орнын өзі таңдады. Екі талдың арасындағы тар Орбұлақ шатқалы. Неге? Өйткені мұнда 50 мың әскердің күші зая кетеді. Екіншіден, ол шатқалдың бойына терең ор қаздырды. Окоп. Бұл көшпенделер үшін мүлдем жаңа нәрсе. Сол орға мылтық пен қаруланған 300 сарбазын жасырды. Ал қалған 300-ін таудың артына тосқауылға қойды. Жоспар қарапайым кемеңгер. Жауды тар жерде тосып алып, алдынан оқ жаудырып, артынан тосқауылмен соққы беру. Сонымен, 1643 жылдың жазы Батыр Қонтайшы өзінің 50 мыңдық қолымен қазақ жеріне басып кіреді. Ол өзін тоқтататын ешкім жоқ деп ойлаған болар. Бірақ оларды Орбұлақ шатқалында Жәңгірдің небәрі 600 сарбазы күтіп тұреді. Елестетіп көріңіз, жоңғарлар еш күдіксіз тар шатқалға кіреді. Кенет екі жақтан жер астынан шыққандай оқ жауады. Олар не болып жатқанын түсінбейді де. Көрінбейтін жау. Бұл тосын соққыдан олардың алдыңғы қатарлары бірінен соң бірі құлай бастады. Алға жүрейін десе, алдында өздерінің құлаған сарбаздары, артқа шегенейін десе, арттағылар қысып келеді. Нағыз тозақ басталды. Дәл осы шайқастың ең қызған шағында оқиға одан сайын шиеленісе түсті. Жәңгірдің тау артындағы 300 сарбазы шабуылға шықты. Бірақ бұл бәрі емес еді. Дәл сол сәтте күтпеген жерден Самарқандан аттанған Жалантос Бағадур 20 мың қолымен келіп жетіп, жаудың артынан соққы берді. Енді жағдайды қараңыз. Алдында ордағы сарбаздар, артында Жалантостың қолы. Екі оттың ортасында қалған жоңғар әскері үшін бұл нағыз апат болды. Олар бас сауғалап қашуға мәжбүр болды. Шайқастың нәтижесі қандай болды дейсіз ғой? Кейбір деректер бойынша жоңғарлар 10 мыңға жуық сарбазынан айырылған. 10 мың. Бұл дегеніңіз олардың әскерінің 5-тен 1 бөлігі. Ал Жәңгірдің сарбаздарының шығыны онымен салыстырғанда өте аз болды. Бұл нағыз керемет жеңіс. Бұл жеңістің құпиясы неде? Тек ерлікте ме? Жоқ. Бұл ең алдымен әскери данышпандықтың, стратегиялық ойлаудың жемісі. Тарихшы И.Ф. Фишердің өзі мұны көшпелілердің тек ашық далада ғана емес, инженерлік қорғанысты да шебер меңгергеннің дәлелі деп бағалаған. Шын мәнінде Жәңгір хан сол күні дала соғысының ережелерін қайта жазып шықты. Сонымен,
Орбулак шайқасының тарихи маңызы қандай? Ол жай ғана бір жеңіспен шектелді ме? Әрине жоқ. Бұл қазақ тарихындағы нағыз бетбұрысты кезеңдердің бірі. Біріншіден, бұл жеңіс жоңғарлардың бетін бірнеше ондаған жылға қайтарып тастады. Елге уақытша болса да тыныштық орнады. Екіншіден, осы жеңістен кейін халық Жангирханды салқам, яғни айбатты, мықты деп атап кетті. Бірақ ең бастысы, бұл жеңіс халықтың рухын көтерді. Ол мүмкін еместің мүмкін екенін көрсетіп, елдің өз күшіне деген сенімін оятты. Сонымен қатар, қазақ әскери өнері ор қазу, жер бедерін пайдалану сияқты жаңа тактикалармен Сонымен, Орбулак шайқасы әлемдік әскери өнер тарихында қандай орын алады? Бұл тек қазақтың ғана емес, бүкіл әлем тарихындағы аз күштің үлкен күшті тек ерлікпен ғана емес, ақылмен, стратегиямен жеңуінің ең жарқын мысалдарының бірі. Бұл оқиға бізге кез келген қиындықты ақылмен және тапқырлықпен жеңуге болатынын еске салып тұрады. Міне, бүгінгі талдауымыз осымен тамам.